Мошенник деген кім? Сұрағыңызға үлкен рахмет. Қазіргі мынау балыққа су қандай қажет болса, қанат құсқа қалай керек болатын болса, мына заманға ең керекті сұрақ болып тұр. Бұл адам ата жаралғалы бері мынау адамның, жаңа айттым ғой, сыртында 12 мүше болса, ішінде де, ішкі жан дүниеде де, ментальный дүниеде де 12 қасиет бар. Соның ішіндегі мынау адамдағы ең сенімнің, ақылдың ең жоғарғы шоққысы мынау алаяқтық. Адам ақылын пайдаланып, өзінің туысқанына, өзінің өскен еліне, өзінің араласып жатқан құда жекжатына алаяқтық қылады. Соны мынау орыс тілінде мошенниктер дейді. Бұл мошенникті бұны Құдай да жазалай алмайды, заң да жазалай алмайды. Керек болатын болса, ислам дінінің пайғамбары Мұхаммедті алаяқты жазалай алмайды. Неге дейтін болсаңыз, бұл алаяқтықтың өзінің бұның формасы бар, өзінің жүйесі бар, заңдылығы бар. Сондықтан бір адамның жан дүниесіне, ақыл есіне баяғы адам тәсір етеді сенімменен. Сөйтіп ана кісінің дүниесіне еге болады. Жаңа алаяққа түсіп тұрған адам, бұның арасына ешкім түсе алмайды. Қазіргі мынау преступный мир, көше балалары дейді ғой, олар да түсе алмайды. Сенбесеңіздер бар, ертең бір проблема болып қалса сұраңыздар, бұл алаяқ емес пе, мошенник емес пе дейді. Мошенник десе бұл араласпаймыз дейді. Бұған шариғатта, Құдайда ешкім араласа алмайды. Неге дейтін болсаңыз, тәкрарлап айтып жатырмын. Ана кісінің сеніміне кіріп, алданған адамның сеніміне кіріп, өзінің қолынан алады дүниені, мүлкінді. Сонда оған кім айыптар дейтін болсаңыз, баяғы сеніп қалған адам айыптар. Сондықтан мынау мен енді 2001 жылдан бері, 24 жылдан бері осы халықтың ішінде жүріп, бұны да түсіндіріп, несін кәдімгі өткір пышақ ұстатып, мен болған түсіндіріп айтып қойғанмын халыққа. Сондықтан бұл адам, енді оның алаяқтықтың екі түрі бар. Біреулер алдап алады да аз мүлікке еге болады. Ал ол дәлелденген кезде уже оған онша қылмыстық жаза жоқ. Енді көп мөлшерде еге болады. Қазір енді былтырға дейін 950 мың теңге еді. Жаңа жоғары алаяқтыққа түсіп қалған, оның өзінің шеңбері бар. Сондықтан енді бұны бір мысал түрінде түсіндіруіміз керек қой. Мынау математика ғылымында берді, мынау тапсырма, химияда да, сандарды, заттарды аласу есептейді. Математикада берілді есеп, берілді тапсырма дейді. Бұл мына діннен мысал аламыз тағы. Мына қазіргі біздің молдаларымыз, бұл мына жаназа деген Аллахума мағфирли хайина ва майитина ва шахидина ва ғайибина ва сағирина ва кабирина ва закарина ва унсона деген сөзді жаназада мен оқыдым дейді да, сіздің әкеңіз жәннатқа кіргіді біздің батамызбен дейді да, барып кілемін алады жаназаның, және өзі тәпсір дейді, Құранның мағынасын аударғанда, сөйтеді да Құранды хатым қыламын дейді да, тағы 50 мың алып алады. Енді ол айып кімнен деп ойлайсыз сіз, Қайсар адам? Айып сенген жақтан ғой. Бәрекелді. Мұны кәні әр адам өстіп сіз құсап түсінсе. Енді мынау біз жаңада алдыңғы сұрағыңызда сұрап кеттіңіз ғой, біз қандай мемлекетте жасап жатырмыз дейтін болсаңыздар, біз қоғамдық мемлекетте жасап жатқан жоқпыз. Әлеуметтік мемлекетте де жасап жатқан жоқпыз. Біз қазір кәсіпкерлердің мемлекетінде жасап жатырмыз. Біздің қоғамымыз кәсіпкерлердің қоғамы. Билігіміз де кәсіпкер, сотымыз да кәсіпкер, милициямыз да, полициямыз да кәсіпкер, прокуратурамыз да кәсіпкер, соның ішінде діндарымыз да кәсіпкер. Сізге қайсы адам гарантия беріп отыр? Табытта жатқан әкеңді жаңағы сөзді айтса, деп міне сол жерде де. Енді сіз ойлайсыз, ата ол бір молда алдап, адамды қаяққа барады дейтін болсам, күніге барып 4 жерде жаңағы арабтың жаттап алған сөзін оқиды да, баяғы кісінің аз көлемдегі әр үйден барып 100 мың теңгелік кілемін, 50 мың теңгелік ақшасын алып кете берсе, бір күнде 4 үйге барса, 600 мың теңгеге еге болады да, барып, жип мініп алады, жұрттарды азғырады,
Қазір басқа өңірлерді білмеймін, біздің өңірде уже трамадол ішеді, қымбат хор тартады, наша тартады, діндар адамдардың бәрі уже есінен танып жатыр. Неге? Баяғы алаяқтықпен табылған дүние оларға оңай жолмен келіп жатыр. Бұл мен енді мысал үшін емес, мен солардың ішінде жүрмін ғой. Міне сондықтан бұл дүниедегі ең, бұны заңда жазылай алмайды, Құдай да жазалай алмайды, пайғамбар да жазалай алмайды. Алаяқты ешкім жазалай алмайды. Себебі ана кісі ананың сөзіне алданып, өз еркімен апарып, қолымен беріп жатыр. Қазір соны мынау алаяқ дейді. қазір мынау сол алаяқтармен ұсталып қамап жатыр ғой. Ол жазалауға жатпай ма, сонда аз болар ғой. Жатпайды ол, себебі ол мүлкін алып қойды ғой ол. Уже мүлкін алып қойды ғой, көп мүлікті алып қойды ғой. Қазір ана бір қыз сотталды кеше. Қанша адамдар сотталып жатыр. 5 жылға соттайды, 1,5-2 жыл отырып береді да. Ол жерде ол сотталып жатқан жоқ, ол ана малды алдап алған дүниені просто ақтап алып жатыр. Адалдап жатыр да, кейін соттан келгеннен кейін сен 50 миллиардын алдап алдың ба оның? 100 миллионын алдап алдың ба? Ол өзін ақтап жатыр. Заңның алдында да, халықтың алдында да. Оған келгеннен кейін ана мүлкін рахат қылып пайдалана береді. Ешкім оған ешнәрсе дей алмайды. Не дейсің, маған отырып бердің бе барып? Бәрекелді. Деп айтады. Сондықтан бұл жерде енді сіз енді халықтың представительсіз ғой, халықтың өкілі болғаннан кейін, егер де маған сенбей жатсаңыз, мен толық сізге ойымды жеткізе алмай жатсам, менен сұраңыз. Себебі ол өз қолымен беріп тұр ғой. Дүниесін сеніп қалып. Сондықтан өз жазуы тұр. Біреудің сеніміне кіріп, біреудің мүлкіне еге болған адамды алаяқ дейді. Ол өтірікші де демейді, жаңағыдай қылмыскер де демейді оны. Алаяқ деген үлкен амал ол, құлдық бар оның астында, сұмдық бар, біріккен топтар істейді, оны организованный преступный группалар істейді. Бірақ айып кімнен? Мүліктің егесінен өзі қолымен береді ол. Ақ-қарасын ажырата алмады, рас өтірігін. Мен әсіресе енді оны ертең мына көрермендерден өтініп сұрар едім. Барып соны мысалы үшін біреудің жаназасына қатысып, ананың кілемін алып жатқан кезде, оған ас бергізіп жатқан кезде барып сұрасын, ана діндар адам оған түсіндіріп бере алмайды. Не дейді ол? Өзі берді, мен өзім алдым дейді. Себебі ол өз қолымен беріп жатыр да ол. Сондықтан оны ешкім жазалай алмайды оны. Ал авантюрист деген кім, аферист деген кім? Осы үшеуі бір ананың үш баласы емес пе? Енді түпкі нелер ғой, синоним сөздер бір-біріне барлығына келген кезде сол жеке-жеке аттары бар ғой. Алаяққа жататындар ғой. Енді ол жаңағыдай полковник, генерал, жаңағыдай сияқты атақтар да ол ішінде. Ал түптеген кезде адамның сеніміне кіріп пайдаланады да ол. Бағанадан бері өзімде сұрағым келіп тұрған, сіз сол мошенниктердің қатарынан емессіз. Бәрекелді, менің жақпайтыным сол, мен еңбек етіп аламын ғой. Мен қызмет қылып сол жерде жаңағы жалап жатқан үйге, жаңа психологиялық тұрғыдан, адамның жан дүниесінің тұрғысынан мен қалып, жекжаттарына қызмет қылып, ләж болса мазардың басына барып, қайтып келіп, жетісін, сүйекшілерін күтісіп, оның жекжаттарын күтісіп, әдемілеп шығарып салып, мен еңбек қылып алып жатырмын. Менікі алаяқтыққа жатпайды. Бірақ мен де барып сұрап алып жатқан жоқпын. Бірақ менің еңбегім бар. Жаңа кісілердің, алаяқтардың, ол жерде еңбегі жоқ. Сондықтан еңбексіз аналарды біреу дінмен алдап жатыр, біреу заңмен алдап жатыр, түбі алдап жатыр. Сол өз еркімен береді. Сол жерін түсініңіз да, ешкім оны үгіттемейді да, қорқытамайды, тартыптамайды ол. Сеніміне кіріп алған адамды үлкен алаяқ дейді. Үлкен амал ол.